Мұғалім мәңгі нұрдың қызметшісі. Ол барлық ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дән сеуіп, нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иесі. Ұлы педагог Ян Хамос Коминский айтқан осы атаққа лайықты жанның бірі Мамедьярова Роза Арыстанбайқызы. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Тұрар Рысқұлов мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Республикалық үздік педагог 2013 байқауының жеңімпазы. Ұстаздар отбасында дүниеге келіп, ұстаздық мамандығын таңдаған ол 1987 жылы Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық институтын үздік бітірген. Алғашқы еңбек жолын бастаған сәттен-ақ шығармашылықпен айналысып келе жатқан білікті ұстаз әр баланың дүниеге бір кірпіш болып қалануына ықпал етіп, бала тағдырын жоғары қояды. Ұстаздың баланы оқыту мен тәрбиелеуде алға қойған басты мақсаты қазақ халқының салт дәстүрін, тарихын, мәдениетін, әдебиетін, тілін терең меңгерген еліміздің өсіп өркендеуі жолындағы азаматтық парызын түсінетін тұлға қалыптастыру. Осы мақсатта жету жолында ол өзін үнемі заманға сай шыңдап жетілдіріп отырады. Сондықтан да болар заманауи әдіс тәсілдерді шебер меңгерген озық тәжірибелі ұстаздың әр сабағы ұлттық құндылықтарға толы. Оның тәжірибесіндегі тағы бір ерекшелік кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына дей отырып, қазақ әдебиеті сабағын кітапханамен байланыстыра оқытуында. Өнердің қолдаушысы ана тілінің жанашыр ретінде қоғамда да, білім саласында да белсенділік танытып келе жатқан жаңашыл ұстаз үнемі ізденіс үстінде жүреді. Педагогика саласында бірнеше оқу әдістемелік құралдар жазып, өзінің іс тәжірибесін өзгелермен бөлісіп отырады. Кәсіби біліктілігі шыңдалған шығармашыл ұстаздың өнегесі көпке үлгі. Білім саласында өзіндік сара жолы бар ұстаздың ерен еңбегі аудан, облыс, қала берді ел көлемінде белгілі. Ұстаз мәртебесін әрдайым биікке көтеріп келе жатқан Роза Арыстанбайқызын бүгінде әріптестері ұстаздардың ұстаз деп құрметтейді.